Сәлем достар, Pegasus Airlines'тың алып лайнері бізді Барселона қаласына алып келді. Осы алып шаһарда біз 14 күн өмірімізді өткіземіз. Алдағы не істеп, қандай музейлерге баратынымызды кейін айтып беретін болам. Қазір біз өзіміздің жүгімізді аэропортта күтіп жатырмыз. Hola. Hello, bebé. Muchacho, ¿qué pasa contigo? Мінекей үйге жаңа ғана кірдік. Осы үйде 7 күн тұрамыз. Мінекей Асеке. Алешка ойнап жүр. Мына біздің бөлме. Қалай, бөлме ұнады ма сізге? Қайдет? Асеке? Иә, маса шақ. Маса шақты? Мінекей мынандай ақ бөлме. Шкафтары бар. Терезесі. Талаға қарайды. Көршілердің үйі, қиыншылықтар. Сіздерге ас бөлмені көрсетейін. Мінекей ас бөлме, кухня. Өмірге қажет нәрселердің бәрі бар. Негізінде. Кішкене азын-аулақ тамақ алып қойдық. Мінекей нан, май, колбаса деген сияқты. 3 бөлмелі пәтер. Ремонттан кейін жаңадан біз кіріп жатырмыз. Мынау бір бөлме, мынау тағы бір бөлме, ал мынау дәретхана. Дәретханасы мінекей мынандай екен. Қазір мен сіздерге бір қызық көрсетем. Тура біздің үйіміздің жанында бір ғимарат бар. Соның төбесі баскетбол алаңы. Міне. Ғимараттың өзі 4-5 қабат. Соның төбесінде балалар жаттығып баскетбол ойнайды. Керемет, е? Алматыда осындайды ойластырса ғой шіркін. Ал мынау біздің үйден жалпы көрініс. Қаланың орталығынан алыстау, бірақ өте таза, шағын, жақсы аудан. Алматыда жоқ, Астанада жоқ, сені іздедім, үмітті үзбедім. Ақтөбеде жоқ, Шымқалада жоқ, сені іздедім, үмітті үзбедім. Сәлем достар, неге біз далаға шықтық қыдыруға. Рамбля Деприм деген көшенің бойында тоқтадық. Осы жерде биік үйлер 11 қабатты. Осы үйлердің бірінде тоқтадық. Қалдан көрінбей тұрған шығар. Бірақ үй 11 қабатты. Соның 10-шы қабатында тұрамыз қазір. Көшенің бойы жағалай көліктер қойып тастаған. Кешкі 8 қазір. Баламен, әйеліммен қыдырып жүрміз. Вообще, по идее, это считается больше как спальный район, поэтому здесь нет каких-либо центров, галерей, музеев и так далее. Здесь только чисто вот дома, какие-то административные здания, типа полиции, школы и так далее. Алматы микрорайондар сияқты ғой, кішкене шеткері.
орталықтан алыстау. Именно вот Ролямбля де Прим это как считается типа как аллейки, потому что вот она делится на две стороны, и между ними проходит аллейка с различными фонтанами, детскими площадками, просто скамейками. Яға адамдар жай қыдырып жүр. Кемпір шалдар, жастар. Көшенің орталығы міне жай жүргіншілерге арналған. Бұл жерде жүріп қыдырып демалып. Қазір біз теңізді бетке алдық. Біз тоқтаған үйден жай 10 минуттай жерде. Теңіз, пляж. Мінеке пляжға жетіп қалдық, бірақ жел қатты тұрып жатыр. Пожалуйста, пляж деген осы. Пляждан қайттық. Қазір сендерге жаңа технология көрсетем. Өзімен өзі жүретін балалар арбасы. Кетті не. Алёшка, тай, саған надо ма пляж? А? Надо ма пляж? Мастер қайда? Видишь, печенька сначала. Нормально деп жатыр. Уақыт жоқ. Әсел тамақ жасап жатыр. Әсел қандай тамақ жасап жатсың? Не знаю, это фьюжн. Тут, короче, итальянские макароны, советский кублей и овощи. Когда советский, казахстанский все. Ну, казахстанский, но имеется в виду, оно к нам пришло из Советского Союза. Какой Советский Союз, неке? Казахстанда жасалған. Сиырдың еті. Мощный тамақ жасап отырмыз. Вообще, желательно, когда кто-то куда-то едет, чуть-чуть с собой консерв взять, потому что мало ли, там, Шетелге шықсаңыздар, көбірек тамақ алып алыңыздар. Әсіресе консерві көп керек. Қазір Барселона футбол клубының музейіндеміз. Бұл жерде команданың барлық трофейлері, ұтқан жүлделері, сыйлықтары. Сіздерге көрсетейін. Чемпиондар лигасының кубогы. Барселона клубы өздеріңіз білесіздер. Тарихында 5 рет ұтқан чемпиондар лигасын 2015 жылы гравировкамен жазылып тұр. 2011 жылы, 2009 жылы және одан ертерек. Команда ойыншыларының суреттері Лионель Месси, үздік команда және оған дейін ертеректе ұтқан кубоктары барлық. Адам өте көп, барлығына қызық. Барселонаның жанкүйерлері көп. Ал мынау бұрынғы бутсы. Барселона ойыншылары осындай аяқ киім киген алаңда. Ескі доп, таза былғардан жасалған ауыр. Бұл жерде олардың тарихы да жазылған. 20 ғасырдың орта шеніне дейін ойнапты. 1910 жылдан бастап осы доппен. Ал мынау бұрынғы ойыншылар 1909 жылғы сурет. Ескі суреттер. Айтпақшы, мынау Барселона футбол клубының алғашқы эмблемасы. Каталонияның суреті.
эмблемасы дәлірек айтқанда. Ал мынау Copa del Rey кубогы Барселонаның ұтқан. Мынау Еуропаның супер кубогы 2015 жылы ұтқан, естеріңізде болса. Бірінші дивизионда кубоктары, басқа да жүлделер толып жатыр. Бүкіл стенд кубоктарға арналған. Месси, Суарес, Неймар, үздік үштік. No Camp. Ал мынау атақты капитан Пуйольдің капитандық белгісі. Пуйоль соңғы матчын Валидолидке қарсы өткізген. Ол ойын 4-0 есебімен аяқталды. Сол матчта таққан капитандық белгісі мынау. Ар жағында Инеста жүр. Мынаудың өзі. Қазір сыртты көрсетем. Неге бас бапкерлердің қатысуымен баспасөз мәслихаты осы жерде өтеді үнемі. Мына жерде журналистер отырады. Киім ауыстыратын бөлмедеміз. Барселона ойыншылар осы жерде киім ауыстырып алаңға шығады. Біреу білсе, біреу білмейтін шығар. Мына жерде ойыншылар ойын алдында кіріп, Құдайға сыйынып, тілектерін білдіре алады. Ешқандай ойын жоқ, командалар демалыста. Тіпті Барселонаның жастар командасы, яғни Ла Масия мектебі де жаз маусымына жабық. Камп Ноудың газоны ауыстырылуда. Мұнда табиғи шөп, Астана аренадағыдай жазан шөп жоқ. Мынау ең жақсы орындар стадион жанындағы. Өте қымбат бұл жерде билеттер. Таң атпастан ерте сағат 10-да тұрып Саграда Фамилияға келдім. Неге зәулім ғимарат жанында тұрмын. Көріңіздер. Жөндеу жұмыстары әлі салынып жатыр. Ағы 10-20 жыл салынатын сияқты. Мемлекеттің емес, қайырымдылық қорының ақшасына салынып жатыр Саграда. Қайырымдылық қоры, яғни кез келген турист немесе қала тұрғыны Саграданың салынуына өз үлесін қоса алады. Неге алдынан көрсетем. Мына қоңыр болып тұрған жерлері ертеде салынған. Гаудидің кезінде басталған нәрсе ғой бұл. Ал мына ақтары кейін салынған бөліктері. Негізімен Саграданы көру үшін емес, бір чемодан сатып алу үшін келдім. Себебі кеше көріп кеткем Пәкістандардан чемодан. 25 деп тұрған чемоданды 20-ға сындырдым. Қазір бір метроға отырам. Метро станциясы. Бекеттің аты да Саграда Фамилия. Метроның астын көрсетем. Пау деген жаққа барам. Мына жерден бәрі бет. Тикет салады да. Мындай кесікке салады. Сосын жерден қайтып алады тикетті, билетті яғни. Неге метроның іші мынандай болады. Бұл жерде мәпті көрсетілген. Саграда Фамилия деген бекетте тұрмыз. Мен Лапауға қарай жүрем. L4 деген станцияға. Әне Лапау
яғни 1, 2, 3, 4, 5 бекет жүремін. Айтпақшы, бізде автоматты түрде ашылады ғой есіктер, ал бұл жерде ана жасынды басу керек. Немесе ішіндегі адам басып ашылады. Осы жерде тұра берем. Метроның іші мынандай. Адам кетеді. Сәлем достар, біз ұшақтамыз. Барселона, Стамбул рейсімен Түркияға бар жатырмыз. Бір 5-10 минуттан кейін Сабиха Gökçen әуежайына қонамыз. Сосын ары қарай Бішкекке тағы екінші рейспен кетеміз. Таңғы 5-ке таман Алматыда боламыз. Бұйыртса демалыс жақсы өтті деп санаймын. Саған ұнады ма Әсел? Подписчиктерге сәлем айт, сөйле, каналымызға жазылсын, лайк бассын.